Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Келесі отопление жүргізуге келдім. Мына жерде суды кіргізіп кеткен. Сосын трубаларды, судың трубаларын стяжканың астына қалдырып кеткен. Енді теплый пол тартайын десек, кедергі жасап жатыр. Мынадай екі труба ыстық су, мұздай су. Ашып шұқып теплый пол тарту үшін мынадай қабырғаларға белгі қалдырып кеттік. Бір адам тартқан кезінде мына жақтан ванна, туалет, умывальник бұл жерде. Канализацияны былайына тартып, өзім тарттым, былайына шығарып қойып кеткен, кесіп тастап. Алдындағы видеолардай қыздырып салып, суды мына қаттап жиегіне қойып кеткен. Онда былай қарай көшіру керек, ана көлеңкесіне қарай. Үлкен унитазды қойған кезде кедергі жасайды. Мына суды мына жаққа енді теплый болды, мына арматурлар арқылы шлангіге байлап, арматурларды тес алмаймыз, өйткені астында сулар жатыр. Судың трубалары мына жерге белгі салып қойдық. Мына жерден келіп табалдырықтан өткен. Жерінде табалдырықтан өткен, сосын былай қарай бұрылған деді. Бұрынғы жүргізген адамы. Шетпен жүрді деп, мынау шетпен жүрді, былай айналып деп. Мұнан кейін мына бөлмеге келген. Мына жерге де X салып қойдым. Көрсетейін. X салып қойдым маркермен. Шұрып атуға болмайды. Сәл беріректен бастап кетеміз шлангысын. Мына жерде тағы ыстық су, мұздай су. Маркермен белгі салдым. Жиекті тесуге болмайды деп. Мына қашыққан жаңағы екі труба көрініп жатыр. Онан кейін канализацияны кесіп отырғыздым. Байнан қойып кеткен. Кесіп, мынадай стяжканы кесіп, ваннаға су әкелдік. Онан кейін ыстық су, мұздай суын қалдырып кеткен. Умывальникке әкелдік. Қабырға тесілмей қалған, фундаментте тесіп қалдырмаған. Қолдап тесіп алдық өзіміз қазір. Онан кейін радиатордың аяқтарын кестім. Мына жерде радиатордың аяқтары дайын. Толық теплый пол тарту үшін арай шұқылап біліп алу керек болды. Қай жер жатқан трубалардың сол үшін де канализацияның суды бір адамға беру керек. Өзі тартып емейді. Соғындайды. Сыртта да жұмыстар бар. Канализацияда қазып қойды балдар. Трубалардың бәрін жалғау керек. Бір труба, екі труба, үшінші труба, төртінші труба. Төртінші труба. Бұл мына жерден кетеді. Кір машина канализация, мұздай суы.
Канал ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар. Қандай нелер шығарайын келесі жолы. Құрылысқа қатысты мешітті көтеркі жақсы жүргізген. Бәрін ар жақта баняның кришасы істеп жатыр, баняның үйдің артында. Сол сіздерге кеңес болсын деп, сол үшін де мынаның бәрін бір адамға жүргізу керек, келесі адам қиналмау үшін. Екі адамға істететін болсаңыздар осындай болады.